Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын вареники дайындаудың тәсілімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ендігі кезекте бір ыдыс алып, оның ішіне бір стақан су құямыз. Және де бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен тұз және де сұйық май құйып жіберетін боламыз. Толық қаншадан керек екенін мен төменге жазып кетемін. Тұзымыз бен майымызды салып алған соң жақсылап араластырып, енді үстінен ұн салатын боламыз. Орташа қамыр илейміз. Қатты да емес, жұмсақ та емес. Міне менде қамырымыз дайын болды. Енді бұны бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте тазалап жуылған картошкамызды осылай бір ыдысымызға салып, үстіне су құйып және де тұзымызды салып пісіріп алатын боламыз. Піскен картошкамызды алып, жақсылап езіп шығамыз. Ішіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұрыш, тұз саласыздар. Және де бір кішкене құсық сары майда салдым. Барлығыны жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне менде картошкам дайын болды. Бұны шетке қойып, енді қамырымызды алып, оны зуалаға бөліп шығамыз. Мен осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Өзіме ыңғайлы етіп, сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Енді бұның да бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Тыңған соң алып жая беретін боламыз. Міне менде тыңды. Енді бұны жаюға кірісеміз. Міне менде осындай болды. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да болмау қажет. Әйтпесе қайнатып жатқандарыңызда іші жарылып кетеді. Осылай мен бокалдың көмегімен кесіп алдым. Кесіп алған домалақшаларымыздың ішіне картошкаларымызды салып шығатын боламыз. Ішіне салатын картошкасын аса қатты толдырмағандарыңыз жөн, әйтпесе жарылып кетеді. Не түйу жолы осындай, өте оңай түйілуі. Осы видеодағыдай түйіп шығатын боласыздар. Және де вилкамен басып шықсаңыздар, ол нығыз болады. Ішіне салатын салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша варенье немесе творог салуға болады. Міне мен барлығын түйіп болдым. Осылай, өте әдемі болып шықты. Енді бұны қайнаған суымызға тұзымызды саламыз. Ашылау етіп тұз саламыз. Қайнап шыққан соң үстінен вареникилерімізді біреуден салып шығатын боламыз. Арасында осылай қозғап тұрыңыздар, әйтпесе астына қарай жабысып қалады. Міне менде уже қайнап пісіп қалды. 5-10 минуттай қайнаттым мен. Енді сүзіп ала беруге болады. Судан алған соң үстіне ыстықтайын сары майды жағып шығамыз. Сонда өте әдемі болып тұрады.
майлы болып, барлығын осылай осы жолмен пісіріп алатын боламыз. Міне өте керемет, өте дәмді болып шығады. Бір істегеннен ақ ұқсайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.